Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге күнделік толтыру бойынша әдістемелік көмек көрсетуді жалғастырамын. Бұған дейін біз сіздермен 1-90-да КТП-ны қалай жариялау керек екендігін үйренген болатынбыз. Және мен осы видеода толық әрі нақты сіздерге түсіндірген болатынмын. 1-90-да жарияланған КТП-ны 2-90-да қалай жалғастыру керек екендігін бүгін біз сіздермен үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен күнделік кезетке өзіңіздің логин пароліңізбен кіресіздер. Және осы жерден мектеп деген батырман КТЖ дегенді тауып аламыз. Яғни күнтізбелік тақырыпта өзіміз сабақ беретін сыныпты таңдап аламыз. Мысалы үшін мен сіздерге қазір 7-ші А сыныпта геометриясының КТП-сын қалай дұрыс толтыру керек екендігін көрсететін боламын. Ол үшін міне өзіміз беретін пәнді тауып, соның үстінен басамыз. Және осы КТП ашылады бізде. Осы жерден біз жариялаудан алып тастауымыз қажет болады. Ең алдымен өзгерістер енгізу үшін жариялаудан алып тастаймыз. Және осы жерде параметрлер деген жерге сағат санына міндетті түрде 1 жылдық сағатты жазуымыз қажет болады. Мысалы үшін мынау жерде бізде 68 сағат болу керек, және оны сақтаймыз. Ал енді осы жақта, төменгі жақта тақырыпты қосу деп тұр. Осы жерге тақырыпты қосу дегенді баспас бұрын біз сіздермен күнтізбелік тақырыптық жоспар, яғни өзіміздің бекітуге берген күнтізбелік тақырыптық жоспарымызды қосымша бетте ашып аламыз. 2-90-ның тақырыптарын осы жерден көшіріп аламыз. Бірінші көшіріп алдық. Енді осы жерден тақырыпты қосу деген батырманы басу арқылы біз сіздермен осы жерге тақырыпты қоямыз. Және осы жерге біз күнін көрсетуіміз қажет болады. Мысалы үшін бізде осы сабақ қарашаның 7 күні болады. Және сақтау деген батырманы басамыз. Міне біздің сабағымыз сақталды. Дәл осылай кезекті тақырыптарды қосатын боламыз. Яғни күнтізбелік тақырыптық жоспардан 2-ші тақырыпты көшіріп аламыз. Байқап отырсаңыз, мына жерде 2-ші тақырып бізде 3 сағатқа берілген. Оны мына жерге қоймас бұрын, мына жерге біз көшіріп қоямыз тақырыпты. Және осы жерден біз сағат саны деген жерге 3 сағат санын көрсетуімізге болады. Мына жерде күндерін көрсетеміз. 17-сі күндері болады. Сақтау деген батырманы басамыз. Міне көріп отқандарыңыздай біздің тақырыбымыз 3 күнге берілді. Дәл осылайынан келесі тақырыптарды қосып шығамыз. Міне осылай 2-90-ның тақырыптарын түгел жазып болғаннан кейін біз сіздермен жариялау деген батырманы басамыз. Міне көріп отқандарыңыздай бізде 2-90-ның тақырыптары түгелмен 1-90-мен біріктіріліп, күнтізбелік тақырыптық жоспарға енгізілді. Енді осы жерде біз сіздермен КБЖ-ны бағдарламаның орындалуы бойынша бірден қойып кетуіміз керек болады. 2-90 жиынтық бағалау 22-сі күні болады. Біз оны осы жерден журналдар деген бөлімге кіріп, 7-ші А және осы жерде геометрия деген жерді басып, 2-90 бойынша 22-сі күні берілген күннің үстінен басып, осы жерге жұмысты қосу деген батырманы басуымызға жет болады. Қорытынды бақылау жұмысы деген КБЖ-ны қойып, жасау деген батырманы басамыз. Және формативный алып тастаймыз. Міне бізде КБЖ тұр. Енді ол КБЖ-ның тұрғандығын тексеру үшін мына бетті обновить етуіміз қажет болады. Міне осы күнге баға қойылмайды. Бұл жерге бізде ТЖБ жазылады. Енді бағдарламаның орындалу бойынша есептер бөліміне кіріп, біз 7-ші А сыныпта жарияланған КТП-ның дұрыстығын тексеруіміз қажет болады. Осы жерден біз бағдарламаның орындалуы сыныптар бойынша және 7-ші А сыныбы біз геометриядан жасадық жаңа 2-90-ға. Міне көріп тұрғандарыңызда геометриядан 15 сағат берілген, 100% орындалды деп тұр. КБЖ-сы бағдарламаның орындалуында тұр. Құрметті әріптестер, осы видео нұсқаулық бойынша сіздерде күнтізбелік тақырыптық жоспарды 2-90-ға дәл осылай тексеріп, міндетті түрде КБЖ-ны қойып бағдарламаның орындалуын тексеріп шықсаңыздар болады. Келесі видеода мен сіздерге күнделік кезеттен кеткен оқушыны қалай шығару керек екендігін көрсететін боламын. Және сілтемесі осы жерде көрсетіледі. Қосымша қарап танысып алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.